Менің бір күндік демалысымда қалай өткізгенім туралы бір күндік влог бұл достар. Завтрактан қалған суды, ыдыс судан бәрін жинап, уже жуып тастауым керек мына кезде. Мына кофенің тұрғаны қанша болды, әлі тауысқан жоқпыз. Кішкене болды. И, короче, дала сыпырайын деп жатырмын. Дала жып-жылы почти. Далада бір сағаттай жүрдім. Даланы сыпырып қойдым. И погода резко өзгеріп кетті, суық болып. Короче, мен мектептің кітапханасынан осындай кітап алғанмын ғой. Тентек баққан күнделігі дегенде. Мынау екінші бөлімі. Мен аның бірінші бөлімін оқып тастағам, и қызық болды. Сосын осыны алдым. Уже жартысын бітіп қалды, мен аяқтауым керек бүгін. Ертең өткіземін уже. И, короче, мен аяқтадым, кітап бітті. Если үшінші бөлімін оқуға жағына болса, алып оқимын. Осындай кітап, короче. Уже маған ертең сағат понедельник, мен кітаптарын тағысы әлі саған жоқпын. И үй тапсырмасын орындау керек, соларды орындап, не сағат болатынын айтамын. Орыс тілден, короче, синквень и мына жердегі ключ беріпті, жазамыз осыны. Орыс тілімді аяқтап тастадым. И биология жазып тастағым бұл үй тапсырмасын. Келесі мына жерде алгебра, бұдан тоже үй жұмысын жазып тастадым. Біз ағылшыннан тест тапсырдық, сондықтан үй жұмысын бермеді. Бұдан үй жұмысы жоқ. Уже пешрайымдарды әжемнің үйіне келдім. Осында кішкентай балаларға қарап қалу үшін үйде бәріміз отырып шай ішіп алдық. Ары қарай шешемнің үйінде ауызашар болғандықтан мен үйіне барып көмектесіп стол жинастым. Столдың үстін жинап мен бітірдім уже. Көрпе шәйбіз қалай бірінші жарайды.